Кейбір мұсылман елдерінде қайтыс болған адамды сол күні сол елде жерлеу туралы заңдары бар. Ал Еуропа елдерінде шетелдік азаматтың мәйітіне қатысты бекітілген нақты ережелері бар. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі медициналық қызмет тұрмақ тіпті мәйітті тасымалдау туралы түсінік жоқ елдердің тізімін көрсетеді. Ашығын айтқанда, мұндай қауіпті елдерде қайтыс болған азаматтың сүйегі сол елде қалады деген сөз. Осы себепті шетелге шығатын кез келген адамда сақтандыру полисінің болуы өте маңызды. Біздің бүгінгі оқиғамыз ересек ұлынан айырылып қалған ананың трагедиясы ғана емес, бұл Дубайда қаза тапқан боксшы жігіттің денесін елге қайтаруға байланысты бюрократиялық жүйелік тосқауылдар туралы болмақ. Ажал айтып келмейді. Сондықтан әр нәрседен хабардар болу ересек адамның міндеті. Алда-жалда осындай оқиғаға тап болғандар үшін бұл сұхбат ақпараттық нұсқаулық, мүмкін тіпті қолдауда болуы мүмкін. Марқұм Назарбайдың анасы ұлының сүйегін туған жерге қайтаруда қандай қиындықтарға тап болғанын өз аузынан естіп білсек. Менің ұлым Сейтханов Назарбай 5 жастан бастап қызығушылық басталды ода. Қимадық бірінші, кенжеміз болған соң. Қой дедік дайындап, уже сентябрьге жақын, августта біз мектепке апарып тастадық. Степногорскіге. Солай-солай бір жыл солай өтті. Сол бір жылдың өзінде өзін көрсетті бұл бала. Бірінші орынмен 2 рет алып шықты. 5-ші сыныпта кейін 6-шы сыныпта. Мектепті сол жақсы деген немен қоштасу кешіне барғанда өте керемет бізді қарсы алды. Басшысы, мектеп директоры өте сіздерге рахмет, осындай бала тәрбиелегеніңізге деп. Яғни жастайынан үлкен өмірге бейімделген болды ғой, өйткені сізден бөлек интернатта өсті. Бұл өз еркімен армияға кетті, әскерге кетті. Әскерге кетіп, әскерде тоже жақсы мақтау қағаздарын жіберіп отырды, парашютист болды, жеті қаруды меңгерді. Парашюттан түскен кезде ол айтады, мама, мен парашюттан түстім деп айтпайды. Мен жүрегім ауырады дейді. Ол түсіп болған соң маған айтады, мама, мен парашюттен кеше түстім ғой дейді. Ойбай жаным, тыныштық па, жақсы болдың ба десем, жақсы, мама, жігіт адамға солай адам жылай ма екен? Қонбайсыз ба, мама? Сіздің осындай ұлыңыз бар. Сізді қорғайтын панаңыз бар деп. Ол енді өмірде халықты қорғауға, мені қорғауға дайын адам болды. Мен телефонын сақтағанда, анашым, жәннатым деп сақтап қойыпты. Мен жәннатқа теңеп. Оның бәрін білмеймін, кешегі телефонын аштырғанда көрдім. Оған тоже жылап алдым. Осындай балам тәрбиеленгеніне, осындай не қанша қиындық болса да білдірткен жоқ ол. Мен бізде жақсы болады, ертең барлығы жақсы болады. Мен бокстан қайтпаймын, мама деді. Сонымен мұнда тренерлік жұмыс істеді. Master of Sport of Republic of Kazakhstan, winner of different international tournaments. Мен бұлай жүріп көтеріле алмаймын. Дубайға барып, сол жақтың жаңа спорт секциясымен мына Қазақстанның спорт секциясын салыстырайын деді маған. Инстаграмнан Василий Жировты көріп қалады да, жаңа қуанып, чемпионды көріп, соның жаңағын іздеп барады. Жаңа өзінің тренировка жасап атқан жеріне барады. Сөйтіп, сол жерде кездесіп, осылай сұхбат жүргізіп, осылай мен Қазақстан жігітімін, сіз оны үйде көріп тұрсыз ғой, сіз мені дайындаңыз дейді оған. Сен біраз қателіктерің бар екен, соны жөндейік, бірақ сен чемпион болуға дайын жігітсің дейді. Ол ары қарай қалам деген шешім қабылдап, сосын анашым дұғада бош, барлығы менде жақсы, ешқандай уайым қылмаңыз, мен әлі биікке шығарам сізді, енді үйленсем мүмкін Дубайда жасармын деп жаңағы солай армандары болды оның.
21 күні кешке тренировка жасап атқан үстінде ол жаңа ударда тимеген көрініп тұр, просто алады да құлайды жаңа ол өзінен өзі. Оқиға болған күні бейне жазба бар. Бейне жазба бар. Көрдіңіз? Иә, бейне жазбаны көрдім. Ол бейне жазбада жаңа спарринг жүріп атқан, жаңа балаларды үйретіп спарринг жүргізіп атқан. Спарринг кезінде жаңағы айналып келеді да, аяғы бүйтіп қисаяды да құлайды ана. Ол менің ол Назарбай құлайды. Сол құлаған кезінде жаңа бұлар скорый шақырып, сразу менмін деген Альбарша ненің госпитальға алып барады. Сол жерге апарып операция жасатады. Сол операция жасатқанда өздері төлейді ненің. Сонымен мен барамда 22-сі күні ұшып барам ол жаққа. Жаңағы ауруханаға алып барады. Ауруханаға барсам, менің балам жаңа аппаратта жатыр. Аппаратта жатыр, жаңағы сезбейді ештемені. Врачтармен сөйлесеміз, осылай қалай болады. Сосын мен айттым, менің баламның болатын жағын айтыңыздар. Болмаса, мен алып кетейін. Қандай жағдайлар бар? Егер неғса, жаңа аппаратымен бірге алып кететін жағдай болса, алып кетейін. Аппаратсыз әкетпейтін жағдай болса, оны айтыңыздар. Адам болмайтын болса, бекерге текке ұстамаңыздар, мен алып кетейін дедім. Жоқ, біз тест өткізіп жатырмыз деп, ол тесті жаңағы жүрегіне, өкпесіне барлығына жасап отыр ғой. Мына жағы бәрі сау ғой, ми ғана қысылып қапты. Ми гематома болған, гематомадан қысылып қалады. Сосын жаңағы дәрігерлерге айттым, сіздер қандай айтасыздар, не айтасыздар маған? Бұның не ауру, жазыла ма, жазылмай ма деп, 200% сізге айтамыз, бұл жазылмайды деді. Осылай кетеді, алып кеткен күннің өзінде жете алмайды деді. Қандай жағдай болса. Сосын бұған не болды деп едім, арқасына, желкесіне қасақана жасалған жағдай деді. Или біреу темірмен ұрған, или бір цементпен ұрған, или қатты құлаған шалқасынан дейді. Қатты цементі бар жағға деп сөйтіп жатыр да. Яғни бұл спаррингтің барысында емес, спаррингке дейін болған жағдай болған. Бұл спаррингте алдын жағдайда болған. Спаррингке дейін 2 апта алдын, ол 2 аптадан больше деп тұр олар маған. 2 аптадан жоғары бір ай почти. Дәрігерлердің айтуы бойынша, ол құлағанға дейін 2 апта бұрын соққы жасалды. Соққы жасалған деп тұр. Мен спорт федерацияны күмәнданбаймын, өйткені олар өз бірге жүрген балалар, бірге дайындалып жүрген, ол оның алдында болған деп тұр ғой. Ол сол неге келмей жатып болған тірлік болып тұр ғой. Ол енді бірақ ол дайындық үстінде болды ғой. Өзі неғылып жұмыс істеп жүрді, неғылды білмеймін айтыр. Кім не қылған, қандай жағдай болған, біреу қасақана оны жасады. Менің ойымша қасақана жасалды, бірақ мен Қазақстанға әкеле алмаймын. Балам осындай жағдайда болған кейін, әлсіз жағдайда болдым да, оны изгумация жасатып, қайтадан экспертиза жасатуға менде не жоқ. Бірақ негізі өзім күдігім, ол қасақана жасалған. Бірақ оны мен арғай жазсам, тағы 2-3 айға бөлінеді, бүкіл қаланы камерамен қаратып, международный не болып кетпесін, скандал болып кетпесін деп, мен бәрін жылы жауып қойып қойдым. Дәрігерлермен тіл табысуға кім көмектесті сізге? Дәрігерлермен тіл табысуға аудармашы болды ма қасыңызда? Аудармашы болды. Аудармашы болғанда жаңағы бізде жаңағы спорт секциясының юристі болды, әрі сол жерде дайындалады жаңағы. Ол тоже чемпион тәжік бала, орыс тілінде маған аудармашы болып өте керемет көмектесті. Оларға өте рахметімді көп айтам. Өйткені әр күніне $30,000 есептеліп тұр жатқанына. Мен 3 күннен кейін, мен уже есім жинап алғаннан кейін, біз тегін жатырмыз ба, бұл қалай болады, неге ұстап отырсыңдар бұны дегенде, олар басқа органдарына тест жасап отыр екен. Уже мүмкін сатуға қойып қойды ма, кім біледі. Бірақ маған айтты, сіз тегін деп сөйтті. Жарайды онда тегін. Бірақ мен ұлымды кестірмеймін, қалай болды, солай алып кетем. Егер адам болмайтын болса, 3 күннен кейін аппаратты өшіріңдер, кетеміз дедім. Салдым. Жоқ, біз тест өткіземіз деп 8 күнге бірақ апарды мені. Уже мен 8-ші күні уже шыдамым жетпей кетті. Мен айттым, или аппаратты өшіріңдер, или өзім өшірем дедім. Өшіре алмайтын болсаңдар.
орган берілмейді дедім. Содан министерстводан шықты маған, неге, онлайнға, сіз орган беріңіз деп маған. Дубайдың? Иә, Дубайдың органын берсеңіз, сізде проблема болмайды. Қалай болса, балаңыз солай алып кетесіз, тек органдарын тапсырасыз. Сосын ана полицейшінға бермейміз. Осылай көмектесуге сізге көмек береміз ары қарай деп сөйтті. Мен енді орган сатып, оның қалай менде болады? Ондай жасай алмайды екен. Сөйтіп сол жерде тұрып, өзім табандылығымен шештіртіп, қасында отырдым. Пока мүмкін әлі жүрегімен миы істеп кететін шығар, алып кететін шығар деп үміттендім мен. Шындап келгенде үміттендім. Ұлыма қарап отырдым. Мүмкін алып кетсе жақсы болар еді. Құдайдан да тілеп отырдым, бірақ алып кете алмады. Сол жүрегі мықты екен, 2 сағаттан кейін барып жан тапсырды. Сол барлық ырым-жырымдарын жасатып, жағын байлатып, сол жерде барлығын істеттім өзім қолымменен. Жаңағы медсестраларға бәрін айттым, ауыз ашылып қалмасын, не қылмасын деп, ақ сүтіме ризамын деп, ақтық сапарға мен шығарып салдым ұлымды. Өзімнің шешімім болды. Сіздің басты мақсатыңыз туған жерге, туған елге балаңыздың денесін алып келу. Аппарат тоқтап, балаңыз жан тапсырғаннан кейін алғашқы қадамдарыңыз қандай болды ұлыңыздың сүйегін елге жеткізу үшін? Қай жаққа хабарластыңыз? Елшілікпен байланыстыңыз ба? Аппаратты 28 күні сағат 11:30-да өшірдік. Сол бірінші ораза күні жан тапсырып отыр ғой, былайша айтқанда. Содан шығып жеріп келді, айтпақшыдай, жеріп келді, әйелі келді, Стелла, анасы келген екен, ұшып. Сол кісі бәрі маған жәрдем беріп тұрды. Мен ұлдың қалай жан тапсырып не қылып қарап тұрды мен қасымда. Маған демеп тұрды мен, былайша айтқанда. Ол кісілерге де алғысым шексіз. Елшілікте хабар жазып, хабарлама жазып, осылай мен елге көмектесулеріңізді сұраймын деп өтінішім жазып қалдырып кетем. Сөйтсек, бізде Қазақстанда не жоқ екен ғой, мен о неше күн? 15 күн жүрдім ба? Қайтыс болғаннан кейін 15-16 күнде жүрдім. 16 күннің ішінде бізде жаңағы көметін, әкететін адамдар жоқ екен ғой бізде, шын айтап келгенде. Бізде әшейін жай отырған адамдар екен. Маған неден алып, балам қайда екен деп. Мен одан әкетіп қалған соң проблема болды айтпақшыдай. Мына Альбаршаның несіне полицейский әкетіп қалды деп, ертесіне больницаға, ауруханаға барғанда, Альбаршаның госпиталінің несіне алып кетті деді, полицейшіндар алып кетті деді. Мен сол жаққа өзім бардым. Өзім барып, жаңағы такси жалдап берді, жаңағы бокс федерациясының. Аурухана балаңыздың денесін полиция қызметкерлерінің қолына табыстады. Иә, тапсырып жіберді. Мен органын беруге қарсы болған соң, олар солай тапсырып жіберді. Содан экспертизаға тапсырып жіберді. Содан ол экспертиза не керек? Бәрі жазулы тұр ғой, қағаз қолымда. Содан жаңа Альбаршаның полицейшініне бардым. Қасымда тілмаш жоқ, ешкім жоқ. Жаңағыдан әркімнен бір сұрап жүріп, жаңағы орысша білетіндер шақырып алып, жаңа айтып, осындай деп компьютерді тексертіп қаратқанымызда, ол Бай-Дубай деген жерге полицейшіға алып кетті дейді. Сол жаққа барасыз дейді. Содан мен жаңағы Бай-Дубайға келем, жаңағы тіл хат жазып кеткеннен кейін. Бай-Дубайға келіп, жаңағы түсіндіріп айтам, олар айтады, компьютерден қарайды да, бір 4 цифраны береді, болды. Сосын жаңағы телефонмен аударып отырдық, олар да түсінбеді, мен де түсінбедім бір-біріміздің сөзімізге. Содан ертесіне қайтадан неге келдім? Біздің елшілікке келдім. Елшілікке келдім да, айттым, мен ана жақта осындай, ана жақтан мына жаққа Альбаршаға аударған екен. Альбаршадан маған көмек болмай тұр, сөз түсіндіре алмай жатырмын дедім. Түсіндіре алмай жатырмын, мен баламды алып кетуге маған көмектесіңіздер, не болып жатқанын білейін деп. Ол кісілер алды да, шығып кетіп баратқанда, сізде машинасы бар, бензиніңіз бар ма, құятын бензинге құясыз ба дейді маған. Олай қарадым. Енді мен өзім мынандай шоковый состояние, онда
сендерде бензинге ақша төленбесе, жарайды онда. Мен өзім таксиім бар, алып барып келейін деп. Моргпен айналысатын, жаңағы нен жуындырып, шайындырып, шығарып салатын документациясын бәрін жүгіретін, уже Таиландтың жігітін тауып алдық та, сол кісі сертификатын көрсетті, кәдімгідей, сосын жаңағы несін көрсетті, қанша адамдарды өткізгенін. 3 күнде мен толыққанда мына документтердің бәрін жинап беремін деді ол кісі. Соны сол кісіні алып алдық. Сосын жаңағы машинаға, жаңағы Әміриден тоже жаңағы юрист, оны алып үшеуміз жүрдік жаңағы документациямен. Қайда бардық, не қылдық, ол жаңағы паспорттарын бәрін дайындап берді, өлген адамға бөлек паспорт дайындалады екен, оны дайындадық. Жаңағы осмерти, жаңағы больницадан алатын қағаз, оны дайындадық. Жаңағы министерствоға шейін кіріп шығып жүрдік. Сонда біздің ең соңғы жағдайымыз, елшіліктен ешқандай көмек болған жоқ. Яғни Қазақстанның елшілігі жасамаған дүниелерді Таиландтың азаматы сізге ақшаға боласы деп берді. Иә, ақшаға жасап берді. Соны 3 күнде жасап берді ол. Халықты осындай қинауға болмайды. Менде де әлде де міне компания болып, достары көмектесіп, біздің елшілік жағынан көмек болса екен деймін. Қарапайым халыққа, мысалға жалғыз мен емес, мысалы басқа қазақтарымызда, қандастарымызда жүр ғой, шырылдап. Тірі жан бар кезде өлім болады ғой. Сондықтан сұхбатымнан кейін билік жақсы өзі қорытынды шығарады деп ойлаймын. Әлде де үмітім бар. Қандай қиындық жағдай болса, тілмашты қосып жіберсе. Содан кейін жаңағы груз 200-ге өзі біреу Таиланд сияқты біз араласпай, өзіміздің арамыздан менмін деген тіл білетін, білікті маман қолданыса, бірге алып жүретін, бірге көмектесетін, чтобы самолетқа шейін апаратындай. Бірақ самолеттің өзіне мысалға $60,000 сұрады ғой бізден. Мен өзімше ізденіп көрдім, $60,000 сұрады әкелуге, мысалға. Енді ол жақтарының бәрін, мысалға, мен жаңа бокс федерациясы шешіп отыр ғой. Бірақ оны Қазақстан дұрыс шешім қабылдаса екен деймін да. Өйткені әр Дубайға 2 самолет ұшып отыр. Ұшып келгенде жоғары жақтың барлығына ақшасын как положено алып отыр. Грузға астында ол бос қой. Соған енді бір адамды тегін әкелуге болады ғой. Мысалға таңертең ұшып келген біреуіне, кешке біреуіне тегін қызмет көрсетсе екен деймін. Содан кейін жаңағы бізге жаңағыдай документация жағынан халқыма, еліме осындай ашылса. Жүк 200. Қайтыс болған адамның мәйіті тасымалданатын жүктің шартты атауы. Мен өзім әлде де алғырлығымнан жүгіріп жүргенімнен тіл білмесем де жүгіріп, жалынып, анаған манаған сұрап, содан жаңағы аудармашының көмегіменен мен табандылығымен, ерлігіменен алып келіп отырмын ұлымды. Ол алып келемей жатқан қаншама халқымыз бар. Ол жасырып, үндемей қоя салады, ондай ақшамыз жоқ қой, қайтеміз деп жылап еңіреп жүрген адамдарымыз да бар. Бұлар айтпайды, мен сияқты шыққысы да келмейтін эфирге. Мәйітке ілеспе құжаттар саны марқұмның өлім себебіне байланысты 11 шақты болады. Қайтыс болған адамның мәйітін тапқан жергілікті полицияның хаттамасы, сот медициналық сараптама қорытындысы, мәйіттің санитарлық талаптарға сай бальзамдалғанын растайтын анықтама, қайтыс болған азаматтың жеке басын растайтын паспорты және тағы да басқалар. Груз 200 келетін даже аэропорттағылар білмейді. Міне, ана самолетпен груз 200 келатыр деген хабарлама берілмеген бұларға. Сізде груз 200 бар ма деп олар шошып жатыр менен. Иә, бар. Сосын мен қайда барам? Анда барыңыз, мұнда барыңыз деп есікті көбейтіп жіберді маған. Сосын мен ана айқайладым. Ана жақта жүргеніміз аздай міне, жібермейді бізді. 2 сағаттан бері қандай декларация, қандай ақша төлеу керекпіз біз, білмеймін. Сосын ана қағазымды көрсетіп, сосын ана арттан складтан алып кетесіздер деді. Мен жаңағы бүкіл спортсмендердің барлығы күтіп отыр, туыстарым барлығы сыртта күтіп отыр. Жаңағылармен көрісіп болдым да, мен күтіп отырдым, ұлымды алып кетейін деп жаңағы. Сөйтіп 2 сағаттан асып кет, 3 сағат болып отыр, ұлымды жібермейді. Сосын мен айттым, қой, мен кірейін, не болып отыр мынада деп кіріп, жаңағы сұрадым. Балам неге жібермей жатсыңдар десем, мынау не емес қой, аударылмаған ғой, ештеме. Аударып бермеген ғой. Мынау ғана қағаз, осмертиді ғана аударып берген.
болды осыны. Сосын айқай шығардым, сен елшілікке барып хабарлас, маған айтпа ол сөзіңді. Елшілікке айт, сен қалай әкелу керек, не қылу керек екен. Баламды бер, болды маған. Ақша алу жағын тоқтатса екен. Соны келгенде сұрау керек. Сіздің жағдайыңыз бар ма? Міне самолеттен түскенде, міне біз машина жібереміз, осыған машинаға пәлен төлейсіз деп айтса, оны шешеміз мәселесін. Оны тияғымен, мен ана жақтан мына қысылып келген адам, мына жаққа келгеннен кейін бар эмоциямды айтып тастадым. Ол ақша тұрған ештеме жоқ, бірдемесі бұлар төлейді ғой, спортсмендердің бәрі жүр ғой сол жерде. Оған қашып отқан жоқпын. Просто ақша қиналып жүрген ораза айында осы қиналып келген адамнан пара алу жағы тоқтаса екен деймін да. Ер туған жерге деп пайымдайтын әр қазақ ақтық демі таусылған соң сүйегін ата-бабасы жатқан қорымға қойса деп армандайды. Сондықтан жат жерде қайтыс болып, сол жерде жерленген адамның артында қалған жұрты туған жердің бір уыс топырағы бұйырмадау деп шерменде болып жатады. Біздің халық жақынының сүйегін жат жерде тек бір ғана жағдайда қалдыруы мүмкін, егерде ол жер қасиетті Мекке болса ғана. Осы себептен Назарбайдың анасы баласының денесін қалайда болсын туған елге қайтаруға барын салды. Бүгінгі оқиғамыздың түйін сөзі осы болды. Келесі жүздескенше. Ал біздің шығармашылық топ сіздердің назарларыңызға лайық болар келесі оқиғаны дайындауға кірісеміз. Аман, сау болыңыздар.